қорықпау керек. Терапияға барудан, өзін зерттеуден, өзін түсінуден. Егер мен түсіне алсам өзімді, көп сұрақтарға жауап алады. Ол не деген сөз? Мен депрессиядан шығалам деген сөз. Өйткені депрессия, жалпы депрессия, жаңа босанғаннан кейінгі депрессия 1 жылдан асуы мүмкін. Егер уақытылы көмек іздемесе, уақытылы түсінбесе, олар жылдар бойы. Онда мен ол балама да әсер етеді. Баламен қарым-қатынасқа әсер етеді, жолдасыма әсер етеді. Мен өйткені қуана алмаймын бар нәрсеге. Депрессия сонысымен қиын. Маған ұнайтын нәрселер ұнамай қалады. Мен көңіл көтеретін нәрселерім көңіл көтермейді. Керісінше мен жаңағы түсініксіз бір уайымға түсіп, сол жақта жата бергім келеді деген сияқты ойлар келеді. Қайтадан идеалды бір мен позитивті болып кетем деп адам іздемеу керек та, осы ойдан айырылу керек сияқты. Көп сөйтіп келеді. Мен қазір психологқа барсам, коучқа барсам, жаңа КПТ терапиясына барсам, бітті, мен қазір ақша табам, керемет болам, жолдасымен өтем. Олай жұмыс істемейді өмір. Мен тек қана жалғыз өзім болсам, мүмкін ол болатын да шығар. Ешкім кедергі емес деген сияқты. Бірақ мен айналамда мыңдаған адам бар, өзінің сұрақтарымен, өзінің қиыншылықтарымен деген сияқты. Оның әрқайсысымен жұмыс жасау керек. Мысалы, оның бәрі бармайды ғой терапияға. Сондықтан әйел адам өзіне көп жүк алмау керек. Ал егер мен ішім өзім түсінетін болсам, мен түсінем. Мынаны мен ала алам, мына жерді мен жасай алмаймын. Кейде болады, жоқ деп айта алмайтын әйелдер, адамдар, соларға өте қиын. Немесе перфекционист.